Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен бауырды дұрыс қуыру әдісімен бөлісемін. Бұл өте дәмді, тез дайындалатын әрі пайдалы тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен бауырымызды жуып, жіңішке төртбұрышты етіп тураймыз. Менде бүгін жылқының бауыры. Ыдысқа салып, содан үстіне жарты пиала сүтті құйып, 5 минуттай маринадтаймыз. Сүт бауырдың жұмсақ пісуіне ықпалын тигізеді. Оған дейін пиязды тураймыз. Осылай жіңішке етіп турасаңыздар болады. Ал енді табамызға майды құйып, үстінен пиязды салып қуырып аламыз. 4-5 минуттай қуырамыз қызарғанша. Кішкене қызарғаннан кейін бауырдағы сүтті төгіп, толығымен сырғытып, тек бауырдың өзін ғана пиязға қосып араластырып аламыз. Жалпы бұл тағам өте тез піседі, бар жоғы 15 минутта дайын болады. Оттың асты қатты болғандықтан жиі қозғай отырамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш қосасыздар. Жалпы бауырды қатты отта шамамен 5 минуттай қайта араластыра отырып қуырамыз. Содан соң оттың астын ең баяуына қойып, табамыздың қақпағын жауып, тағы да 5-7 минуттай бақтырамыз. Уақыт өткеннен кейін бауыр дайын болды, қыздар. Өте жұмсақ, дәмі тіл үйіреді. Міндетті түрде сіздерге дайындауға кеңес беремін. Дастарханға дәл осылай ұсынсаңыздар да болады, немесе жанына күріш, макарон өнімдерін немесе картоп езбесін дайындап қойсаңыздар болады.